Бәріне сәлем. Бүгін біз ең тез жасалатын панкейки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант екеуін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сүтті құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Ас содасы мен қопсытқышымызды салып аламыз. Ұнымызды бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Бұл қамыр осындай консистенцияда болу керек. Табамызды қыздырып, осылай пісіреміз. Осындай шариктер пайда болған кезде аударамыз. Аударғаннан кейін байқасаңыздар, панкейкіміз көтеріліп келе жатыр. Кішкене уақыт ұстаймыз, біздің панкейкіміз дайын. Осы рецептпен жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Ас болсын!